Баршаға сәлем, сіздермен Алтынай, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Мені таңдағандарыңызға көп рахмет. Менің парақшама тіркеліп, қолдап, қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, және де достарыңызбен бөлісе келіңіздер. Менің парақшама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, мен қуанып қалар едім. Бүгін осындай үй жағдайында натуральный сок жасаймыз, яғни өріктен компот жасайтын боламыз. Ешқандай жаппаймыз, суды қайнатпаймыз. Осылай дайындайтын боламыз. Ең алдымен өріктерімізді жақсылап жуып, 2-3 мәрте жақсылап жуып аламыз. Одан кейін осылай дәнегін, яғни ішіндегі сүйегін алып тастап, өріктерімізді салатын боламыз ыдысқа. Осылай өріктеріміздің барлығын 2-ге бөліп алғаннан кейін өріктеріміздің барлығын осылай тазартып алғаннан кейін блендердің ыдысына салып, сосын бұл жерге кемінде 150 граммдай салдым. Одан кейін үстіне су құйып, осылай блендердің көмегімен жақсылап езіп алатын боламыз. Осылай жақсылап езіп аламыз. Бұл жерде менде кемінде 400-500 граммдай өріктен 4 литр компот шықты. Осылай жақсылап езетін боламыз. Егер сіздер қалауларыңыз бойынша бұл компотқа сіздер шекер қоссаңыздар болады, яғни қантты. Қантсыз былай іше берсеңіздер де болады. Мен кішкене қант қосып жібердім, және де қайнаған су құйсаңыздар да болады, немесе жай су құйсаңыздар тіптен жақсы болады. Осылай жақсылап езіп алғаннан кейін ол қою болады. Сосын арнайы ыдысымызға құйып, үстіне су құйып алдым. Одан кейін жақсылап араластырып, дәміне қарай қант салдым. Сосын тағы да полный араластырып болдым. Мінекей менің натуральный согым дайын. Өте керемет болып шығады. Және де сіздерге бір ескерте кететін жайт. Егер сіздер өріктің қабығы кедергі болады десеңіздер, оны сүзгіштен сүзіп құйсаңыздар болады. Егер сүзгіштен сүзбей іше берсеңіздер де тіптен жақсы. Ал ас болсын қыздар, менің рецептім осы. Сақтап алыңыздар. Видео рецепт ұнаса достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісіп, балаларыңызға жасап беріңіздер. Сіздермен болған Алтынай, менің парақшама тіркеліп, қолдап кетіңіз.